Бірде бір қыздың өмірге деген өкпе-реніші басымырақ болып, өмірге қатты қапа болады. Неге деген сұрақ миынан кетпейді. Тұрса да, жүрсе де, неге сондай, неге мұндай деген сияқты сұрақтар жауа бастайды. Бұл қыз іздене бастап, қандай да бір маман иесіне жүгінеді. Сол маман иесіне барып, неге маған ылғи да кездескен, танысқан ер адамдар, жігіттер үйлі баранды немесе жаңағыдай екінші әйел болуға ұсыныс жасайды, тағысын ажырасқан ер адамдар жолығады, сосын әйелі қайтыс болған біршама үлкен жастағы ер адамдар ғана жолығады. Неге маған жұрттың қыздары сияқты жас, өзіме сай, сондай жігіт жолықпайды деген сұрақ мені қатты мазалайды деп өзінің сұрағын айтып жайып салады. Сонда маман иесі екеуі біршама сұхбат құра отырып, бұл қыздың атасынан, яғни үшінші атадан келген қарғыс, әйел затынан келген қарғысы анықталады. Бұл дегеніміз, бұл үшінші ата қандай да бір әйел кісіге сондай бір опасыздық әрекет жасағаны байқалды. Осылайша осы проблеманың түйінін шешіп, біршама сұрақтардың жауабын алған қыздың өмірі 180 градусқа өзгере бастайды. Бұл қыз өзіндегі ішкі тұлғалықты қалыптастырып, өзінің нық стерженін қойып, өзінің өмірге деген көзқарасын 180 градусқа өзгертеді. Қазіргі таңда өзі біршама танымалдылыққа бет бұрып, өміріндегі өзі армандаған маман иесіне бет бұрады. Осылайша оқиға аяқталды.